Және бұл мәселелерде де дейді, жалпы имам Абу Хамид ал-Ғазали рахмаулла айтады, барып пәтуасын сұраған кезде де адам өзіне ыңғайлы етіп пәтуасын сұрап, сонымен болды, имам, молда маған пәтуа берді деп, сонымен жүрмеу керек дейді. Мысалы, адам жалпы бір нәрсені сұраған кезде, сіз қалай жеткізесіз, пәтуа беруші соған қарап пәтуасын береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шәрифінде айтады ғой, сендер маған келіп жүгінесіңдер, мен сендердің араларыңдағы мәселелерге төрелік етемін, сендердің бірің өзінің бағанағы ұстанымының, өзінің ісінің дұрыстығын дәлелдеуде, екінші тараптан сөз жағынан шешенірек болуы мүмкін. Егер ол шын мәнінде нахақ, яғни әділдік ол жақта болмаса, бірақ мен естігенім бойынша әділдік сол жақта деп, соның пайдасына шешіп беретін болсам, онда оған мен тозақтың отын беріп жатырмын. Қаласа алсын, қаласа тастасын деді. Яғни, жалпы пәтуа беруші адам да негізінде ол да қарапайым адам. Сіз қалай жеткізесіз, соған қарай пәтуасын береді. Мысалы, кейбір адамдар бір нәрсені сұраған кезде ниеті сол нәрсені дұрыстап алу. Сол үшін де мынандай нәрсе бар, оның үкімі қалай, бірақ негізі былай, үйтіп қарасаң мынандай деп, былайша айтқанда төндіріп тастайды. Яғни, сол ондай болса болады деген секілді сөзді шығарып алу үшін сөзді солайынан келтіреді. Мысалы, олай істемесең болмайды, қазір жағдай мынандай болып жатыр, басқа деген секілді осындай жан-жақты алып келген кезде әлгі фәтуа беруші адам ондай болса болады деген сөзді ғана айтады, одан басқа оған сөз қалмайды. Өзі пәтуаны сұрауға келген кезде сондай ниетпен келген. Сонымен бір көңілі рахаттанып шығады. Болды, осыдан сұрадым, халал деп пәтуасын алып алдым, ертең бір нәрсе болса, есілше сол жауап береді деген секілді. Жоқ, бұл жерде ол жауап бермейді. Жауапты сен өзің бересің. Өйткені сұрақты қалай қоясың, соған жараса жауабын аласың. Мысалы, бір нәрсені екі түрлі сипаттауға болады. Мысалы ретінде келтіретін болсақ, келін мен ененің арасындағы мәселе. Келіп, мысалы, сұрақ қойып жатса, мысалы, келін келіп сұрақ қоюы мүмкін. Менің енем мынандай маған зұлымдық жасайды, үйтеді, бүйтеді, қинайды, басқа қылады. Енді өмір сүру мүмкін болмай кетті. Жеке шығуға бола ма деді. Пәтуа беруші адам естетті, егер шынымен де зұлымдық болып жатса, басқа болып жатса, мынандай болып жатса, егер сондай бір қатыгез, залым, тиран ене болатын болса, онда болады деп, мысалы, ана сөзіне қарай, сен айтқандай болатын болса, болады деп пәтуасын береді. Ал мысалы, ене келеді, ол нәрсені басқаша сипаттап береді. Сонымен ол келеді, онда ол келіннің ісі дұрыс емес, оныкі мынандай деп мысалы айтуы мүмкін. Бұл жерде сен қалай жағдайды сипаттап суреттеп бересің, соған байланысты болады. Сол үшін де, күмәнді болған нәрседе келіп, пәтуасын сұрап алсам болды, сонымен амал ете беремін деп ойлау қателік дейді. Пәтуасын алып алғаннан кейін де, пәтуаны сұрауда да сен әлгінде сөздерді пайдаландың. Бірақ одан кейін де жүрегіңді мазалап тұрса, ол нәрсенің күнә екендігін білдеді. Жүрегіңді мазалап тұр, жүрегің тынышталмай жатыр. Ондай кезде адам күмәнді нәрсені тастауы керек дейді.